Ал балалар сендерге сабақ түсінікті болатын болса, ары қарай тағы да білімімізді көтеру үшін мен сендерге видеолар дайындап берген осы алюминий және оның қосылыстарына байланысты. Онда видеоны көріп алайық. Мұқият көреміз. Себебі осы видеороликті көріп болғаннан кейін сендер постер дайындайтын боласыздар. Жақсы. Тамашалаймыз сақталған. Al, жақсы, балалар, онда видеороликті мұқият көрсеңіздер, мен сіздерге 3 топқа 3 постердің тақырыптарын бөліп берейін. Ондай болса бізде металл кубтар тобына жазбалар ойындар. Металл кубтар тобына бізде алюминийдің табиғаты кездесуі, физиктер тобына алюминийдің атом құрылысы және оның физикалық қасиеттері, ал химиктер тобына алюминийдің химиялық қасиеттері. Постерді дайындаймыз. Қай топ постерді аяқтады, шапалақ ұру белгісімен маған белгі бересіздер. Бастаймыз онда. Болған топ, шапалақ ұру белгісімен белгі берсеңіздер. Қай топ дайын? Қай топ дайын? Белгілерім. Ал. Постеріміз қойғанбыз. Қандай тақырып сіздерде? Бізге берілген тақырып алюминийдің табиғатта кездесуі. Яғни атап өтсек, алюминий күміс ақ түсті болады және де электр тогын жақсы өткізеді. Маңызды қосылысы боксит деп аталады. Өте дұрыс. Алюминий актив металл болғандықтан тек қосылыс түрінде кездеседі. Қоғаздыларда алюминий зауыты бар және ол электролиз арқылы жасалады. Және де тағы да атап өтетін жайт, алюминийдің табиғатта кездесуі таралу жағынан 3-ші орында, ал металдар жағынан 1-ші орында болып есептеледі. Өте жақсы. Отырамыз. Келесі топ. Қай топ дайындаймыз?
өткізгіштігі, жол өткізгіштігі жоғары, және де ол оңай жылдам және де сын түрінде созылады. Алюминийдің атом құрылысы химиялық қамбасы АЛ, реттік номері 13, алюминий 3-ші периодта, 3-ші топта, 3-ші қатарда орналасқан. Байыттылығы тұрақты 3. Оттығы дәрежесі плюс 3, протон саны 13, нейтрон саны 13, 14, электрон саны 13. Жақсы, отыра қойды. Келесі топ бізде. Келе қойды. Кемістер. Алюминий химиялық қасиеттері. Біздің мысалы алюминий дейміз, мысалы 3-ші топта, 3-ші периодта орналасқан екі дәрілі химиялық элемент, иә. Алюминий өзі тотықсыздандырғыш қасиет көрсетеді, және де ол металдармен әрекеттеседі. Иә, өте дұрыс. және де бұл сумен белсенді әрекеттеседі. Соның нәтижесінде біз алюминийдің химиялық қасиеті пайда болады. Сілтілердің сулы ерітінділермен алюминий әрекеттесіп, алюминаттар алынады. Иә, өте жақсы. Және сумен әрекеттесіп, олар қандай қосылушы еді? Гидроксидтен алады. Жақсы, отыра қойды. Ал, жақсы балалар, онда постерді бір-бірімізді қолағымызды тыңдадық, онда бір-бірімізді бағалап кеттік, иә? Біз бір-бірімізді 2-3 бір қатынастар бойынша бағалаймыз. Ол жерде бізде есімде қалған 3 термин, және мен үшін маңызды болған 2 мәлімет, және бір ұсыныс. Сонымен естеріңде қалған термин, қандай терминдер? Боксит. Боксит, тағы. Кімнің есінде қандай термин қалды? Тағы. Фольга, тағы. Алюминаттар. Иә, алюминаттар. Өздерін айтқанда тағы. Электролиз, иә, электролиз. Және маған 2 мәлімет, иә? 2 мәлімет. Қандай сендер үшін маңызды мәлімет болды? Ақнұр, сен үшін қандай мәлімет маңызды болды? Алюминий тақырыбында? Маған маңызды болған әлем бұл бокситтің алюминийдің негізгі қосылысы болып табылады. Иә, сен үшін ол маңызды. Ал тағы нарықта кім айтады? Жасмина? Сілтілердің сулы ерітінділермен алюминиймен әрекеттескен кезде біз алюминаттар шығаратын нәтижесінде болатын, біз соны түсіндік. Иә, нарықта бізде маңызды, өздеріңе маңызды мәлімет қандай? Алюминий салты бар. Иә, өте дұрыс. Қазақстанның аймағында бізде Павлодарда алюминий кездесетіні біз үшін өте маңызды болып есептелінеді, иә. Тағы бізде естерінде қалған тағы бір естімеген мәлімет, ол бізде алюминий қалай алынады екен? Қандай жолмен алынады екен? Тікелей электролиздеу әдісі бойынша бізде алынады екен. Енді бір ұсыныс, бір-біріне қандай ұсыныс айтар едіңдер бүгінгі тақырып бойынша? Бүгінгі алюминий тақырыбы бойынша қандай ұсыныс айтар едіңдер? Ал, Араке? Менің ұсынысым химиктар тобына арналады. Яғни олар химияның 2 дайлы қасиетін атап өткен болатын алюминийдің, бірақ та формуласын тақтаға жазған дұрыс деп есептеймін. Формуласын және химиялық несін? Реакция? Теңдеулер. Өте сендер мысалға айттыңдар, иә, алюминийдің оттекпен әрекеттеседі деп айттыңдар, сумен әрекеттеседі деп айттыңдар, және олар сулы ерітінділер әрекеттеседі деп айттыңдар. Соны сендер тақтаға келтіріп жазсаңдар, өте жақсы болар еді. Сендердің қандай ұсыныстарың бар? Физиктер тобы бүгінгі тақырыпқа қандай ұсыныс айтар едіңдер? Басқа топқа, мысалға металлургтар тобы химиктер тобына айтып ұсыныстар. Олар сондай жазса жақсы болар еді. Сендердің физик тобына қандай ұсыныстарың бар? Не айтпай кетті олар? Тағы? Қандай ұсыныстарың бар? Ұсыныс жоқ, иә? Ондай болса біз айтуларың керек еді. Сендер де мысалға айтты, электролиз әдісі бойынша алынады деп айтты өздері, иә? Сол электролиз әдісін қалай алынуын тақтаға олар жазу керек еді. Алюминий оксидін айыру арқылы біз таза күйінде алюминийді және оттекті ала аламыз деп айттыңдар өздері. Соны біз тақтаға шығып, сол мәліметті сендер көрсетулерің керек еді. Осы неге? Мына балаларға, олар түсінбей қалды. Электролиз әдісін бір жеткізіп тұрсыңдар, және оның қалай алынатынын